Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде back to school видео болайын деп жатыр. Мен қазір өзімнің осы 1 сентябрьға алған констоварларымның бәрін сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші мен өзімнің шопперімді көрсеткім келіп тұр. Бұл шопперге мен өзімнің душы киімдерімді саламын. Осындай лабубу шоппер. Осындай лабубу шоппер, мен бұлармен қойын, әйтпесе қазір шатасып кетуім мүмкін. Келесі зат бұл менде сумка. Сумкамды қатты қалап алдым. Осындай өте қалтасы көп. Мен осы сумкамның ішіне заттарымды салатын боламын. Осындай өте көп қалтасы бар сумкам. Артыда осындай әдемі, қолыңа капибара сумка. Мұнда міне қойайын. Енді келесі зат мен өзімнің лабубу пеналымды қатты көрсеткім келіп тұр. Бұл бізде осындай лабубу пенал. Бұл лабубуды қатты қалап алдым. Міне іші осындай. Әдемі. Мына еріне мен өзімнің түрлі түсті карандаштарымды салатын боламын. Ал мына еріне өзімнің ручкаларымды, нәйгіш тақыштарымды, қаламдарымды саламын. Енді бұны жауып қойайын. Мен 3-ші классқа өтейін деп жатырмын. Енді күнделігінен бастаймын. Міне осындай күнделік әдемі. Күнделік. Бұл күнделік біз осы жылы қатты күнделік аламыз. Мен ішінде күнделік. Мен осы жылы 5-ке аяқтаймын. Келесі затым ручкалар. Бұл ручка бір пачкасын алдық. Себебі таусылмау үшін. Осындай өшірет ручка. Келесі зат бұл бізде қаламдар. Өте көп қаламдар. Тағы бір пачкасын алдық. Таусылмау үшін. Келесі затым менде клеймен осындай замазка. Мен біз осы жылы замазка қолданатын шығармыз деп ойлаймын. Осындай замазка және де клей, осындай әдемі клей. Бұл простой клей. Осындай. Және келесі зат бұл менде түрлі түсті карандаштар. Осындай түрлі түсті карандаштар. Бұларды сосын пеналыма салатын боламыз. Ал бұл пластилин қоятын. Осындай понял. Ал енді бізде пластилиннің өзі. Пластилиннің әзірге кішкентайын алдым. Осындай. Ішінде 7 сеті бар. Осындай 7 сет. Осындай несі. Атын қайқасына осындай. Атын қойын. Келесі зат бізде обложка. Бұл кітапқа обложка. Кітапқа. Ал бұл дәптер қап. Дәптер қаптар болар. Екеуін алдық, 2 пачка. Келесі картон бумага. Осындай картон бумага. Өзінде серый цветтер бар. Жартысы қатты, жартысы жұмсақ. Келесі заттың менің пеналыма салатын осындай ұштағыш. Ал келесісі қайшы, капибара. Ал келесісі бізде акварель. Осындай акварель. Келесі затым бізде альбом. Өте көп парағы бар. 40 парағы бар. Өте көп. Мен өткен жылда осындай 40 беттік парақ алғанмын. Ол 1 жылға шыдап шықты. Және осындай капибара өшіргіш. Осы хит болған, білмеймін қай жылда әйтеуір хит болған. Алдым осыны. Және де бізде осындай лабубу, аты папкам еді. Папка осындай лабубу папкам. Достар, видеоны ұнаса лайк басып, подписаться етіп, осы каналды қолдайық. Всем пока!